Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, сенімен бірге қазақша онлайн бизнес каналы. Сен бұл каналдан интернетте қалай ақша табуға болатынын біле аласың. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Бүгін мен саған рефералдарды автомат түрде шақыруға болатын 5 телеграм бот туралы айтқым келіп отыр. Егер де саған интернетте ақша табу деген тематикадағы видеолар қызық болатын болса, міндетті түрде бұл видеоға алдын ала лайк басып, видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сосын менің телеграмда мынандай каналым бар, қазақша онлайн бизнес деген. Бұл каналда мен интернетте ақша табуды үйрететін видео курстарды, тағы да сол сияқты видео курстар тегін салып отыратын болам. Яғни менің телеграм каналымнан интернетте ақша табуды үйрететін видео курстарды тегін скачать етіп алуыңа болады. Сосын ютубта жариялауға болмайтын материалдардың барлығын осы телеграм каналымда жариялап отыратын болам. Сондықтан да міндетті түрде телеграм каналыма да жазыл. Телеграм каналымның ссылкасы осы видеоның описаниясында. Сосын дәл қазір айтайын деп отырған телеграм боттарымның да ссылкалары осы телеграм каналымда болады. Телеграм боттардың ссылкаларын пост қылып шығаратын болам мынандай. Ол посттың ссылкасын осы видеоның описаниясына тастап кететін болам. Егер де дәл қазір айтайын деп отырған боттарым саған қызық болатын болса. Сонымен рефералдарды автомат түрде шақыруға болатын ең бірінші бот, мынандай бот, Telegram Zemo деген бот. Бұл ботқа ең бірінші рет кірген кезде бұл бот сені старт деген көк кнопкамен қарсы алады. Бұл ботқа кіру үшін сол старт деген кнопканы басасың. Сол кезде саған мынандай кнопкалар шығады. Дәл қазір айтайын деп отырған боттарымның барлығында да сондай старт деген кнопка болады. Боттарға кіру үшін сол старт деген кнопкаға басасың. Бұл бот арқылы әртүрлі тапсырмалар орындап ақша табуыңа болады. Ол үшін заработать деген кнопканы басасың. Сол кезде бұл бот саған мынандай тапсырмалар жібереді. Бұл ботқа ең бірінші рет кірген кезде заработать деген кнопканы басатын болсаң, бұл бот саған телеграмдағы каналыма, телеграмдағы группама жазыл деп смс жібереді. Бұл бот арқылы тапсырма орындау үшін, ақша табу үшін бұл боттың телеграмдағы каналына, телеграмдағы группасына жазыласың. Дәл қазір айтайын деп отырған боттарымның барлығында да сонда, яғни бұл боттардың телеграмдағы каналына, группасына жазыласың. Содан кейін ғана бұл боттар саған мынандай тапсырмалар жіберетін болады. Енді бұл боттарға автомат түрде рефералдар шақыру үшін партнеры деген кнопканы басасың. Көріп отырғаныңдай мына жерде автореферал деген кнопка тұр, сол кнопкаға басасың. Рефералдарды автомат түрде шақыру үшін автореферал деген услуганы сатып аласың. Автореферал деген услуганың құны 50 рубль. Автореферал деген услуганың мерзімі 30 күн. Яғни автореферал деген услуганы сатып алатын болсаң, бұл ботқа саған 30 күн бойы рефералдар автомат түрде келіп отыратын болады. Бұл ботта автореферал деген услуганы 8 адам сатып алған екен. Егер де сен сатып алатын болсаң, сен 9-шы болып тұрасың. Бұл ботқа тіркелген әрбір 9-шы адам сенің рефералың болып тіркеледі. Автореферал деген услуганы сатып алу үшін купить дегенді басасың. Для покупки не хватает 50 рублей, пополните ваш баланс любым удобным способом дейді. Окей дегенді басасың. Яғни автореферал деген услуганы сатып алу үшін ең бірінші бұл боттағы балансың толтырасың. Балансың толтыру үшін личный кабинет дегенге басасың. Пополнить деген кнопканы басасың. Бұл боттағы балансыңды Kiwi арқылы, сосын PR арқылы толтыруға болады екен. Мен дәл қазір бұл боттағы балансымды Kiwi арқылы толтыратын болам. Біздерге бұл бот мынандай смс жіберді: для пополнения вашего баланса переведите нужную сумму на кошелек Kiwi дейді. Яғни мына номерге мен 50 рубль жіберуім керек. Комментарийға, яғни Kiwi, яғни переводтың комментарийына мына санды жазуым керек: 478 536 602 деген санды жазуым керек. Міндетті түрде мен жазуым керек та бұл санды. Сенде басқаша сан болуы мүмкін. Егер де бұл санды жазбайтын болсам, мен переводтың комментарийына 50 рубль
менің мына боттағы балансыма түспейді. Сенде де дәл сондай болады. В общем, бұл боттағы балансым толтыру үшін мына Kiwi кошелектің үстінен басам, бір рет копировать етіп алам. Kiwi кошелегіме барам. Kiwi кошелектің приложениесі арқылы толтырам мен. На Kiwi кошелек деген кнопканың үстінен басам. Имя или номер телефона деген жерге жаңа Kiwi кошелектің номерін қоям. Комментарий деген сөздің қапталында мынандай ползунок тұр, сол ползунокты оңға қарата ысырам. Текст комментария деген жерге жаңағы санды жазам. Сенде басқа сан болады. Сен өзіңнің саның жазасың. Санның үстіне бір рет басам, копировать етіп алам. Текст комментария деген жерге вставить етем. Сосын қай шотыңда ақша бар, сол шотыңды таңдайсың. Менде теңге шотымда 0 теңге, рубль шотымда 402 рубль 83 копейка екен. Сумма деген жерге 50 деп жазам. Комиссия 50 копейка екен. Яғни мен жаңағы боттағы балансымды 50 рубльға толтыру үшін 50 рубль 50 копейка жіберуім керек жаңағы адамға. Оплатить деген кнопканы басам. Проверьте номер телефона. Оплатить 50 рубль 50 копейка деген кнопканың үстінен басам. Телефоныма смс келетін шығар. Телефоныма смс келген жоқ, автомат түрде кетіп қалдық. Жаңағы ботқа барам. Боттағы балансым 1 минуттың ішінде толу керек. Личный кабинет дегенге басам. Рекламный баланс 50 рубль. Яғни уже бұл боттағы балансым толды деген сөз. Партнеры деген кнопканың үстінен басам. Автореферал деген кнопканың үстінен басам. Купить дегенді басам. Поздравляем с приобретением услуги автореферал. С вашего счета списано 50 рублей. Окей дегенді басам. В общем, автореферал деген нені услуганы сатып алдым. Қазір мен 9-шы болып тұрған шығармын. Автореферал деген услуганың мерзімі 27 сентябрьге дейін екен. В общем, мына ботқа тіркелген әрбір 9-шы адам менің рефералым болып тіркелетін болады бұйырса. В общем, бұл автореферал деген услуганы ай сайын сатып алып отыруыңа болады, дәл осылай. Ешқандай қиындығы жоқ. В общем, бұл бот туралы түсінікті деп ойлаймын. Келесі бот, мынандай бот, GP Money деген бот. Бұл жерде де дәл сондай, жаңағындай партнеры деген кнопкаға басасың, автореферал деген таңдайсың. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұл жерде 4 адам сатып алған екен автореферал деген услуганы. В общем, балансың толтырасың дәл жаңағындай. Бұл 2-ші бот. 3-ші бот Honest Mama деген бот. Бұл жерде де дәл сондай. Ешқандай қиындығы жоқ. Балансың толтырасың, сосын партнеры дегенге басасың, автореферал деген услуганы сатып аласың. 4-ші бот Subscriber бот деген бот. Бұл жерде де дәл сондай. Мой кабинет дегенге басасың, пополнить дегенге басасың. Тек қана бұл жерде Kiwi арқылы ғана толтыруға болады екен. Ең соңғы бот, мынандай бот, VIP Surf деген бот. Бұл жерде де дәл сондай. Мой кабинет дегенге басасың, пополнить дегенге басасың. Бұл жерде уже Kiwi арқылы, Яндекс арқылы, сосын PR арқылы толтыруға болады екен. Партнеры дегенді басасың, автореферал деген услуганы сатып алу үшін автореферал дегеннің үстінен басасың. Бұл жерде де бұл услуганы 8 адам сатып алған екен. Бұл жерде де автореферал деген услуганың құны 50 рубль. 1 айға дейін екен мерзімі. В общем, осындай боттар.
Қазір жаңағы бот қарап көреміз. Реферал қосылды ма, қосылған жоқ па? Тексеріп қараймыз. Партнеры келіп жатыр ма, рефералдар келіп жатқан жоқ па? В общем, 10 реферал екен. Мені бұл ботқа шақырған реферім мынандай адам, Андрей АПК деген. В общем, айтқым келгені осы. Болашақта тағы да видео түсіретін болам. Telegram Zemo деген ботқа автореферал деген услуга арқылы рефералдар келді ма, келген жоқ па, ол туралы да видео түсіретін болам. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, бұл видеодан өзіңе бір пайдалы нәрсе ала алған болсаң, міндетті түрде бұл видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.